Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Билік жүйесінде мұндай ауқымды өзгеріс бұрын-соңды болмады дейді Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі реформалар жайында. Президент ұлттық құрылтайда биліктегі өзгерістер жөнінде сөз қозғапты. Өз сөзінде жергілікті билік түбегейлі жаңғыртылып, 3 жылдан астам уақыт ішінде ауыл әкімдерінің 72% жаңарғанын айтқан. Оның 3-тен бірі бұрын мемлекеттік қызметте болмаған азаматтар. Бір сөзбен айтсақ, аймақтардағы атқарушы билікке жаңа адамдар келіп жатыр. Пилоттық жоба ретінде аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың 45 әкімі сайланды. Биылдан бастап барлық аудан әкімдерін халық тікелей сайлайтын болады. Түрлі деңгейдегі мәслихат сайлауы секілді әр жерде өкілді билік органдарының жұмысына тың серпін береді. Облыстық және аудандық мәслихат депутаттарының 90% бір мандатты округтен, яғни тікелей дауыс беру арқылы сайланды. Билік жүйесінде мұндай ауқымды өзгеріс бұрын-соңды болмады дейді Тоқаев мырза.